Армысыздар. Астана қаласы Ғали Орманов атындағы нөмірі 7-ші мектеп гимназиясында ақынның нұрлы әлемі атты Ғали Ормановтың 115 жылдық мерейтой аясында өткізілетін айлық жұмыс жоспарымен таныс болыңыздар. 3 қазан күні Ғали Ормановтың 115 жылдық мерейтойының ашылу салтанаты болып өтті. 5 қазан күні зергерде зерделі ақын Ғали Орманов тақырыбында 5-11 сынып оқушылары дайындаған қолөнер көрмесі назарларыңызға ұсынылады. 6 қазан күні жаны толған жүреді тақырыбында 5-11 сынып оқушыларының шығармашылығын танытатын сурет көрмесін тамашалаңыздар. 7 қазан күні кітапханашы Шамшиева Перизат Шаханқызының басшылығымен дайындалатын табиғаттан туған тарлан тақырыбындағы кітап көрмесіне шақырамыз. 10 қазан күнгі іс-шара ұқсас ақын емеспін ешкімге мен деп аталады. Мектебіміздегі Ғали Ормановтың мұражайына экскурсияға келіңіздер. Жетекшісі Шекеров Аслан Сағадатұлы. 12 қазан Ғали Орманов атындағы кубок 9 құмалақ турнирінде 9-10 сынып оқушылары бақтарын сынайды. 14 қазан күні 1-11 сыныптарында Ғали ғибраты тақырыбында бірыңғай тәрбие сағаттары өтеді. 18 қазан мектебіміздің білікті ұстаздары Мәуленова Арман Серікқызы, Ақжанова Айгүл Ақынғазықызы, Құсайынов Жаслан Уахитұлы 7-8 сыныптар аралығында Ғали ғаламаты тақырыбында зияткерлік ойынын өткізеді. 20 қазан күні ғылыми әдістемелік бағыт бойынша көкейіңде көп жылдар сақталармын тақырыбында мектеп мұғалімдер арасында Ғали өлеңдерін мәнерлеп оқу сайысында төрелік етуге келіңіздер. 21 қазан күні өлеңмен өрілген өмір шығармашылық сайысында бірінші эссе жазу турына 8-11 сынып оқушылары қатысады. Екінші мәнерлеп оқу туры 3-11 сынып аралығында өтеді. Үшінші ақынға арнау турында 5-11 сынып оқушылары өздерінің ақындық өнерлерін көрсетеді. 25 қазан өлеңмен өрілген өмір мәнерлеп оқу челленджін сіздерге жолдаймыз. 27 қазан күні ақынның нұрлы әлемі тақырыбындағы республикалық семинардың қонағы болыңыздар.